Еңбексіз, харекет етпей, жатып, ішіп жеу, жалқау болу мұсылманға тән сипат емес. Мұсылман адам осының барлығынан ада болу керек, аулақ болу керек. Сол себепті де арамнан аулақ болып, адал жолмен мал табуды ғалымдарымыз ғибадатқа жатқызған. Бірде ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қасынан бір кісі өтеді. Оның қайратты, жігерлі екендігін байқаған сахабалар ол кісінің: "О Алланың елшісі, мына адам Алланың жолында ма?" деп сұрайды екен. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлемі болсын, егер жас балаларына нәпақа табу үшін жолға шықса, ол Алла жолында. Қараңыз, кез келген адам үйден шыққан кезде бала шағасының нәпақасы үшін шығатын болса, ол Алланың жолында дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Егер жасы ұлғайған қарт ата-анасының қамы үшін шықса, ол Алла жолында. Егер өз басын тіленшіліктен, кедейліктен сақтау үшін шықса, ол Алла жолында.